Жоғдан қалайсыңдар? Адамдар айтып отыр ғой. Бір видео түсіре салыпсың ғой кеше деп. Айтамын да, главный, не былай күшті бір видео емес. Кеше видеода по идее 16-ларға арасында мықты нәрселер айтылды негізі. Бұл жерде қандай видео ұзақтылығы сен еңбегің емес, бұл жерде айтылатын смысл ғой, түйіні, не сен айтқың келіп тұр да, содан кейін. И бұл жерде сол видеоны көрсе, ол адам ол айтпайтын еді, потому что главное постоянство, а не бір рет күшті жасап, екі рет күшті жасап. Солай. Мен бір кездесуге барадым, бір встреча кеше бір адам жазды, сонымен кездесіп бір проект туралы осылай болса бірдеңе істегім келіп дейді да, ақылдасып жіберейік. В общем, былай айтқанда менторство ма, наставничество ма, сондай, в общем, бірге жұмыс істегісі келіп тұр, как көреміз. Всем привет, меня зовут Айнура. Я сегодня встретилась с Таиром. Это просто взрыв мозга, потому что я пришла просто на консультацию по бизнесу, а получила психологический тренинг 1,5-часовой. Ребят, если у вас есть сложности в отношениях с деньгами, если вы не можете различить бедное мышление и богатое мышление, то всем нужно пройти просто консультацию бесплатно у Таира. Его опыт жизни и работы, его вообще трансляция потока идей, он сопоставим как с компьютерной игрой, он вам так разложит все ваши пункты, что вы уже пойдете дальше покорять мир. Поэтому спасибо большое. Я думаю, что у нас будет классное сотрудничество плодотворное. И, ребят, я вам честно очень советую, участвуйте в его челленджах и побольше с ним общайтесь. Это и есть сильное окружение. Пока! Пока бесплатно. Манағы видеода көргендеріңіздей, когда адамдармен адам сөйлеседі ғой, именно нетворкинг деген нәрсе. Көп адамдар айтады ғой, коммуникация ең важный, да, ең важный. Адамдармен байланыс, командамен жұмыста, сол нәрсе ең. Когда сен өзің жұмыс істейсің, командада өзіңсің, сен деген инструменттерін бәрін білесің, мен бәрін өзім істеймін ғой, сол кезде дамымайсың. В любом случае, любой үлкен компания жалғыздардан бастаған жоқ, всегда команда болды. Команда дінің күші мықты. I always felt like I'm alone. Hello. Kurang banyak terdekat. Everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up. Yeah. Так, алтыншы күн. Тамақ ішеміз, завтрак ішеміз, жұмысқа кірісеміз. Қазір біз обед жеп жатыр. Обед жеп болғаннан кейін жұмыстармен шығамыз. Так, біз шықтық. Біздің курс жазғандардың почталарына заказдарын барын беру керек. Сыйлықтар болғандар бар, соның барлығына қазір бастап көрсеміз. Сертификаттар бар, ұтып алған адамдар. Ұтып алды дейінде сертификатты оқыды, қорғаны сертификатқа ие болды, соны береміз. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my tone. Call me offensive. Басамыз, качыр бар ақан. Неге мына жерін ұстап жатырмын? Не как будто бұл жерде лупатыр бүйтіп сөйдіріп жатқан сияқты бар ма? Привет, Ваня. Так, біз автобустан түстік. Направляемся к пункту выдачи. Упаковкасын жасадық. Әдел жүреміз. Бір шарауыз деді. Так, шаруаны бітірді. Қазпоштаға жібердік. Сыйлықтарды, сертификаттарды енді
Негізі ол прогулка саналады, но хочу потренироваться здесь. Шығамын, переоденусь, барамыз, тренировке шығамын, потом салқын душ, параллельно кітап. I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching, yeah. Үйдің қасында бізде труба қазып жатыр, сол үшін бізде су жоқ та, кесек болады. Сондай жасады. В общем, ыссы ақыры бермеген. В общем, ыссы ақыры бермеген. Сол үшін тренировканы как прогулка ретінде занятие етеміз. Продуктіге барамыз, заттар аламыз. Мына жігіттер массыз кіргісі жатыр. Тинчек балдар. Вот не үшін бізде су жоқ. Көріп таптадық. Тренировка шықтық. Негізі тренировка пункті уже бітті. Прогулка барын жасатсан. 30-40 минутта болынша прогулка. Но хочется тренировка жасап жіберге. Давайте. Наушник алып алдым. Аудиокнига бітіреміз. 15 минут тренировка. И кешке монтаж, YouTube, и еще бізде кешке вебинар, соған дайындаламыз. Сондай нәрселер. Бірінші денеге қыздырамыз, потом коврике, отжимания, пресс. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it, and maybe you can fake it. Асанки жасап бітірдім. Ютубтан видео қосып қойдым, сол үшін сұрамадым. Жасап көрдіңіз, именно осанки упражнение для осанки деп жазып қараңдар. Кейін отжимание, пресс, бүкіл ойнап қалады. Ё-моё. Кайф, я заряжен. Так, тренировка бітті. Қазір бәрін жинастырамыз. Денеміз бір қарап жүреміз, так, денеміз бір қарап жүрейік. Қандай өзгеріс бар. Fucking fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. They give it them, you're not thinking straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying. I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying. Мен қазір 6-шы күнде келатырмын. Бізге челленджге қатысқан адамдар көбісі қадалып қалып жатыр, 1 пункттан, 2 пункттан, 4 пункттан қадалып қалып жатыр да. И кейбіреулер ойлайды, что мынандай сразу ой келеді, жаман ой. Надо оңай. Еще жасатқандар да бар. Надо оңай пункттар, сол үшін ұтылып жатқан жоқ. Менде қиын болғасын, мен ұтылып жатырмын, сол үшін мен қадалып жатырмын деген сияқты. И вот сол ой. Самый жаман ой, потому что қара, сен өзіңнің сәтсіздігің үшін сен біреуді кінәлап жатсың. Сен өзің ұтылып жатқан, мен неге ұтылып жатырмын айтқан жоқсың. Оны қалай ұтылмасам болады деген сияқты ойлар қойып жатқан жоқсың да, қалай не істесем болады деген. Сен тупо просто бірінші ой басқалардың құламай жатқанын көріп, олар құламай жатыр, потому что оларда оңай. Самый дурацкий нәрсе, потому что сен өзің сәтсіздігің үшін біреуді кінәлап жатсың. Сен әлі өскен жоқсың, потому что сен жауапкершілікті өзіңе ала алмайсың. Сен әлі өз өміріңе жауапкершілік алған жоқсың. Мынандай бір история бар, бір писатель, мықты писатель, оның кітаптары вообще бүкіл дүние жүзінде переводталған кітапта. Сол адам кітап жазған кезде, вообще әйгілі болмай тұрып, ол 1 жыл бұрын асылып қалғысы келген негізі. Өмірмен қоштасқысы келген. Жүрген үшін
потому что ол басқаларды кінәлай берді, осылай, потому что мен бай семьядан шыққан жоқ, өйткен жоқ, әртүрлі. Потом біреуге келіп, в общем, біреу кездесіп қалады оған, и содан ақыл сұрайды, мен осылай, короче, мен жалықтым, сен бір жыл бойы өзіңе обещание берші, любой сенмен болған нәрсеңе сен кінәлісің, сен жауап беріп, мен мойныма аламын. Любой сенің автобуста аяғында біреу басып кетті ме, мен кінәлімін деп айт. Потому что мен сол жерде тұрдым деген сияқты, да. Вот, бүкіл жасалған нәрсе, бүкіл происшествияға сен кінәні өзіңе ал. Бір жыл бойы солай өмір сүрші, сосын өліп қалсаң да өзің біл дейді. Давай дейді да, бір жыл бойы бүкіл жасаған, бүкіл сәтсіздігіне, сәтті болған нәрсесінен бүкіл жауапкершілікті өзіңе алады. Менің кесірімнен мен деп. Мен деген соң, бүкіл жауапкершілікті алады өзіне. Мен кінәлімін. И вот соның арқасында ол өз өміріне жауапкершілігін алғаннан кейін, ол бір жылдың ішінде оның несі өмірі өзгеріп, ол мықты жазушы болады. И манағы айтылған, негізі авторын атын айтпай қояйын, просто іздеп көріңдер сол историяны. И сол адам әлемге әйгілі психолог, кітап жазушы, писатель болып, әйгілі танымал болады. Ненің арқасында просто өзінің өмірін қолға алды. Так что, жігіттер, қыздар, қандай сендер жағдай болмасын, любой проблема болсын да, бүкіл жауапкершілік өздеріңе алыңдар. Давайте.